қазақ өнері, қазақ әдебиеті, қазақ тілі дейтін ешкімге ұқсамайтын бір ерекше еңбектер жасадыңыздар. О кезде тұлғалық қасиеті жоғары азаматтар көп болды. Алған білім нағыз классикалық үлгісіндеді. Қадірлі біздің арнаның көрермендері, бүгін бізде қонақта Амантай Жетпісұлы. Өңіріміз ғана емес, республикаға белгілі ғалым, энциклопедист. Амантай аға әңгіменің басын мынандай дүниеден бастасақ, өзіңіздің балалық шағыңыз туралы, балалық шақтағы мынау қариялардың өсиеті. Бала Амантай, бүгінгі аға Амантай мен осы екі ортадағы қосып тұратын дүниелерді айтып өтсеңіз. Рахмет. Мынау қасиетті ораза айында осындай әңгіме сұхбатқа шақырып, көп жағдайда білгілеген келгендері көп рахмет. Шындығында біз Солтүстік Қазақстан облысының қарапайым ғана бір орталық деген ауылында өстік. Біздің ауылымыздың екі жағында екі көл болатын. Біреуі Суат көл дейміз, онда тек мал суарып, екінші жағында Монолы көл, о жақта адамдар тек суға түседі. Біздің елдің топырағы да бөлек. Қай жерін қазсаң, жауын құртыша келеді. Ол деген сөз топырақтың құнарлығы. Ал енді топырақтың құнарлығы ол әрине адамның құнарлығында әсер ететіні белгілі. Сондықтан біз елде өскен кезде, кішкентай кезінде көрген тәрбиеміздің біздің есімізде қалғаны, мына ауылдың әрбір баласын, әр отбасының үлкені өзім балам деп қарау. Мысалы, біздің ауылымызда Закария деген үлкен ақсақал болды. Сол кісі менің кейде бір сөйлегенде, асығыс сөйлегенде, тілдің кішкене бір жаңағы оңтайына келмейтін қалатын жағдайын көріп, сонда айтатын, мынау жетпістің баласының тілін түзету үшін кітапты дауыстап оқыту керек деп. Сөйтіп, малға қарай шыққан кезде кешке таман сол Алпамыс батыр менің қолымда қобыланды батыр дауыстап оқы дейді. Дауысын шығарып, былай кеудеңді көтеріп оқы дегенде, жаңа жерде мен оқып берем соны. Сондағы ол кісінің ойы мен кейін біліп отырмын. Осы бала осы тілден қиналып қалмас екен. Осы бала ертең осыны бір түзеп жіберейінші деген өзінің бір амалы бізге деген. Мектепте өскенде біздің елдің мұғалімдері де сол кезде галифе шарбалы киетін, кәдімгі үстерінде қатқан әскери киімнің киіп жүретін кісілер болды. Мысалы, біздің Нұрақай Бесім деген ағамыз бізді 1-ші класстан 4-ші классқа дейін тәрбиеледі. Сондағы айтқан ақылы, коридорда жүргенде аяқтарыңды мысықша басып жүріңдер, біріңді тыңдаңдар, айғайлап сөйлеуге болмайды деген сияқты, сол бір етекеттің бәрін бізге үйретеді. Керемет. Ол кісілердің білімдері, олар соғысты көрген, неше түрлі заманның қиыншылықтарын көрген азаматтар, соларды бізге өз тілімен жеткізетін. Ондай қазіргі уақытта өте аз деп есептеймін. Содан кейін менің осы тәрбиелерінде бір өткен керемет тәрбие алған жерім ол сол Қызылжар қаласындағы нөмір 2-ші қазақ мектеп интернаты. Ол кезде Солтүстік Қазақстанда, осы ұмытпасам, қалада қазақтардың саны 7%. Сол 7%-ке біздің ағаларымыз осы жалғыз қазақ мектеп интернатына ауыл-ауылдан балдар барады. Неше түрлі адамдардың айтумен келеді, кейбіру семья жағдайымен келеді деген сияқты. Бірақ бәріміздің мақсатымыз оқу болды. Біз жақсы оқыдық. Жақсы оқығанымыз көп болса, кейбіріміз жақсы оқуға өзімізше тырыстық. Өйткені мынандай мектеп интернатта жалғыз қазақ мектеп интернаты. Басқа жерде жоқ. Сол жерде, о жерде нашар оқу мүмкін емес. Тырысып оқимыз, жан тырысып. Сондағы бір жылы біздің мектебіміздің директоры болып,
сол кездегі облыстық партия комитетінде ірі қызметте істейтін Хамзин деген азамат сол жұмысын тастап, біздің қазақ мектеп интернетіндегі балалардың тағдырын ойлап бізге келді. Ол кісінің келуімен өзгеріс бірден байқалды. Мысалы, тәрбие беру жұмысында, әсіресе мына ұлттық құндылықтарды дәріптеуде ол кісінің бір өзіндік әдістемесі бар еді. Біз орысша методика дейміз ғой. Сондай бар еді. Солар бізге керемет әсер етті. Мысалы, 9-шы класстан бастап балаларды әскерге дайындық. 4 ұстап баратын, соның бәрін жатқа білгізу, үйрету. Өйткені ертең сендер жаңағы семьяларында кейбіреуінің әкең, шешең жоқ, сендерге қамқор болатын адам жоқ. Ал әскерге барғанда осының бәрі керек болады деп үйрететін. Ақыры соның қызығын көрдік. Мектеп интернатта біз таңертең сағат 6:30-да оянамыз. Содан спорт, содан кейін сабақ басталады. Сабақ сағат 1-де бітеді, 2-де. Сосын түскі асты ішкеннен кейін 4-те өзіндік дайындық басталады. Сол бір кереметі, өзіндік дайындық кезінде жаңағы таңертең сабақ берген мұғалімді, егер балалар сабаққа түсінбей қалса, қайта шақырып әкеледі. Демек, бір сабақтың бір пәнін, бір тақырыпты күніне 2 рет үйретеді. Бұл да сол біздің мынау сол кездегі өсіп жатқан балалардың білімінің молаюына үлкен әсер етті. Жақсы аға, сіз анау Хабаровскіде әскери қызметте жүрдіңіз. Сонда старшина, яғни солдаттың ішіндегі ең жоғарғысы сол, енді солдаттың генерал деп айтуға болатын шығар. Сондай дәрежеде, және ең бір қызығы, сіз сонда партия қатарына өтіп келдіңіз. Алыс Қызылжардан Казмуға келгенде қандай арман, қандай тілек, не жүректе жатқан дүние сізді жетелеп алып келді осы Алматыға? Айтуыңыз өте орынды. Мынау менің өзім өмірімде сол әскердегі 2 жыл мәңгілік қалды. Өйткені сол кезде біз мынау мектеп интернатта жаңағы айтқан әскерге дайындық тәрбиесі бізге сол әскерге барғанда жеңілдік көп дейді. Өйткені жаңа спорттың түрлері, жүгіру, сосындағы айтылған уставтарды жатқа білу. Сол кезде, мысалы, былай қарасаңыз, енді сол кеңес кезінде қарапайым қазақтың ауылынан шыққан қара баланың сонау Хабаровскіде әскерге барып, 6 айдан кейін сол ефрейтор деген звание беріп, содан кейін барып жаңағы мынау спорт жағынан тамаша көрсеткеннің арқасында мен бізде не дейді, зенитный ракеты дивизион дейді. Оны ракетаның ұшқандығы, соларды бақылайтын, соның ұшуға дайындығын біз жүргіземіз. Сонда ол енді сол кездегі мына әскери бөлімшелердің ішінде бұл ракеталық әскерге 2-ның бірін ала бермейді. Сол кезде оқыған, мысалы 10 жылдық білімі бар деп қарайды. Өйткені ол кезде білесіз, мысалы Ресейден көп бала келетін, оның 4 класстық білімі бар, 7 класстық білімі бар. Ондай болмайды. Сондықтан бізді жаңағы осы бір жаңағы мектеп интернатта алған тәрбиеміздің тамаша қызығын осы жерде көрдік. Сөйтіп мен 1 жыл өткеннен кейін мені үйге әскери демалысқа жіберді. Сосын қайтып келгеннен кейін маған старшина деген звание беріп, сол менің қарамағымда 150 адам болды. Ондағы менің міндетім жаңа солдаттарды дұрыс киіндіру, тәртібін қарау, жататын жерін қарау, үстіндегі аяғына киген етігінің таза болуы, киімінің таза болуы, оның бәрін мұқият қадағалап отыр. Бірде-бір әскер. Енді ол жерде мысалы әртүрлі адам барады ғой. Бірақ ол жерде біз көбіне біздің қазақы балалар керемет ұйымшыл болдық. Бірімізді біріміз көтеріп, қолдап деген сияқты. Міне сондай қолдаудың артында бір күні маған осындай бір не түсті. Сіз партияға өтуге керексіз деп. Мен айттым, мен өтерім.
енді ол кезде өзіңіз білесіз, партияның көзқарасы басқаша болатын. Сөйтіп мен не сол жылы партияға өттім. Сөйтіп одан жауапкершілік көбейді. Мен жаңағы біздің бөлімшенің ана комсомол комитетінің басшысы болдым. Сөйтіп мойныма біраз жауапкершіліктер үйілді. Ондағы мәселе тәртіп мәселесі деген сияқты. Сосын мынау жастардың білім алуы. Міне осылай әскерден келгенде, сол әскерде жүргенде маған мен барып командирмен сөйлескенде, сенің қандай ойың бар деді. Олардың айтқан ойы, сен осында қал. Мұнда 5 жылдық жаңағы не бар? Прапорщиктің оқу дейді. Қалыңыз осында. Осы 5 жылдың ішінде оқуға да түсесіз, ақша да жинайсыз деген сияқты. Қаражат жағынан ешқандай неңіз болмайды деп, сөйтіп мен әкеме хат жаздым. Сөйтіп әкеме хат жазсам, әкемнің айтқан сөзі, ол жақта қайтесің айналайын. Мен болса жасым ұлғайды, сен елге қайт. Деген сол әкенің бір сөзі үшін мен келдім. Ал негізі әскерде мені корабельно-строительный институт деген бар, Ленинградта. Соған оқуға жібермекші болды. Мен бірақ сол үй жағдайына байланысты бара алмайтын болып, сөйтіп кестік. Сосын мен айттым, маған оқуға направление берсеңіздер деп жаңа. Сөйтіп олар маған Казгудың заң факультетіне оқуға түсуге направление жіберді. Бір қызығы сондай. Казгуға келіп документті тапсырған кезде егерде менің документім белгілі бір себептерге байланысты қабылдаймын. Әлі есімде, енді атын айтпай-ақ қояйын, бір декан кісі менің документімді алып, ішіне бір қате тауып, жаңағы нен документті қабылдамайтын айтты. Мынау қабылданбайды деді. Содан ұнжырғам түсіп, төмен түсіп келесем, мына Алматыдағы Космонавтов көшесімен Қазақ Мұқағали көшесінің қиысында қып-қызылмен жазу тұр екен. Орысша. Владыка мира будет труд деген. Сол зданияға келіп тоқтадым да. Сөйтсем ол киров завод екен. Сол заводқа кейін жұмысқа кірдім. 2 жыл сонда істедім. Сөйтіп барып оқуға жолдама алдым тағы да. Демек, Амантай аға, сіз мынау өмірдің талай жолдарын бәрін өзіңіздің жаңасы кеудеңізбенен, тағдырыңызбенен, табаныңызбен басып жүріп тарих жасадыңыз. Мынандай сұрақ. Ол кездегі университеттегі оқу менен қазіргі оқудың ортасында айырмашылық бар ма? Сосын ұстаздар қандай еді? Кімдердің алдында дәріс алдыңыздар? Мына айтуыңыз өте тамаша. Шын айту керек. Ол кездегі берген білім мен қазіргі білімді салыстыруға мүмкін емес енді. Ол кезде әрбір мұғалім әрбір тақырыпты ашып айтып, енді осы тақырыпқа байланысты нені оқу керек, қандай еңбектерді оқу керек, осының ішіндегі ең құндылығы не дегенді айтып беретін. Осыдан оқыңдар. Мысалы, менің енді мақтанышпен айтам, біз Каспийде оқып жүрген кезде бізге Мұхтар Мағауин сияқты, Немат Келімбетов, Серік Қирабаев сияқты, Төкен Әбдірахманов, міне кезіндегі мықты ғалымдар. Бұл ғалымдардың білімі деген ұшан теңіз. Бұл кісілермен сөйлесудің өзі бір ғанибет. Бұлардың әрбір сөзі, әрбір берген түсініктемесі бүкіл өмірге азық болатын дүние. Ең кереметі міне осындай ұстаздардың бізге мүмкіндігінше ешқай жерде айтылмайтын, ешқай жерде жазылмайтын мынау жалпы қазақтың тағдырына байланысты, қазақтың салт дәстүріне байланысты жаңалықтарды айтып отырады. Сонда жаңалықтардың бірі, өзіңіз білесіз, Алматыда Мұхтар Әуезов үйі бар. Сонда біз жұма күні кешкі сағат 6-да арнайы сабақ беріледі. Оның аты Әуезов сабақтар деп аталады. Сол жерге келетін жастардың бәрі сол бірдеңе білгісі келеді. Ол жерге тек қана мысалы студенттер емес,
ол жерге жаңағы басқа салада қызмет істейтін жастардың бәрі келуі. Мысалы, заводтың жастары, мына құрылыс орындарында істейтін жастардың келуі. Енді Казгуды ол түсінікті, Каспий түсінікті, Жемпейден келеді, халық лықториды. Соның ішінде Ақселеу ағамыз Жәнібек Кәрменовке өлең айтқызып қойып, неше түрлі салт дәстүрге байланысты тамаша, ешқажайды оқылмайтын дүниені айтып береді. Сіз сондағы мынау Алматының нағыз бір жайнаған тұсы, Алматының бір қазақтың жүрегін қай тұсынан болсын алтындап, қазақтың түсін жауһарлап тұрған кезінде болдыңыз. Сол кездегі енді маған таңғалатын, сіздің ұрпақ бұл алғашқы рет Алаш ұлыларыменен танысып жатқан тұста. Сол кездегі жастардың білімге деген құштарлығы қандай еді? Ол кезде бір тамаша ғанибет. Сол кезде біз мынау Ахмет Байтұрсынұлы туралы, Бөкейханов туралы 82 жылдан бастап біле бастық. Мына Төкен Әбдірахманов ағамыз, ол балалардың бәріне бермейтін, бірақ осы бір оқида, осы баладан бірдеңе шығады деген бір 3-4 балаға ғана әкеп, сен мынаны оқып, маған ертең алып кел дейді. Біз соны үйге жеткенше, соның бетін ашқанша асығатынбыз. Міне, ана білімге деген осы құлшыныс осындай болды. Өйткені ол кісілердің айтқандары ол ешқажет айтылмайды, ешқажеті жазылмайды. Ол кісі соны үйретіп біздің көзімізді ашты. Сол кезде мынау ашаршылық деген не, коллективизация деген не, мысалы коллективтендіру, оны бізді мүлде білмейтінбіз. Сол кезден барып бізге басты, ертең оқисыңдар. Мына бір тамаша бір кездесу әлі есімде Әлкей Хақан Омарғанмен болатын. Ол кісінің мынау археологияға байланысты айтылғандар, қазба жұмыстарына байланысты. Сосын Бекәзі Дәндібай мәдениет дегенді біз ол кезде білмейміз, сол кезде естіп қалғаш. Сосын мынау біздің қазақтың киіз үйі туралы, киіз үйдің әрбір бөлшегі туралы айтып береді. Мысалы, басқарма деген не? Жаңағы солардың бәрінің өзінің қасиетін айтып, қазақ халқының жаңағы мәдениетінің өркениеттік салада болсын, қай өркениеттің ортасында болсын, өзінің орнын ойы болатындығын дәлелдеп береді. Мен мына сұраққа тоқталмай кете алмаймын. 1986 жылы қазақтың жастары күркіреп көшеге шықты. Ортасында өзіңіз болдыңыз. Осы не сезім, не анау алып империяға қарсы алып шықты сіздерді? Не күш, не қуат? Бір қызығы, мен бір нәрсені айтқым келіп отыр. Ол өзімнің пікірім әрине. Мүмкін кейбіреу келісер, кейбіреу келіспес. Сол желтоқсан оқиғасына жиналғанда бізді арнайы барыңдар, шығыңдар деген ешкім болған жоқ. Халық өзінің жүрегімен шықты. Мысалы, мен сол кезде біздің жаңа қызмет істеп жүрген мекемеміз Алматыдағы Фурманов пен сол кездегі Советский деген көшенің бұрысында болды. Сол Фурманов көшесімен жоғары жаққа жүреді, ана екінші автобус. Соған халықтың бәрі автобусға сыймай кетіп жатыр. Бір кезде қарасам, көп адам жаяу кетіп жатыр. Мен сол кісілердің артынан еріп жүре бердім. Сосын біз алаңға келгенде, бұл сағат 12 кезі, күндіз. Как раз бұл 16 декабрь, өйткені ана пленумның шешімі шықты да, газеттің бетіне мынандай болып, ана Колбиннің суреті басылды. Қабағы түйілген, қатаң, сондай сұсты суретін берген екен. Ол бізге жастарға бірден ұнамады. Неге бұл кісі бізге сұс көрсетіп тұр деген. Сөйтсе оның көрсетуінің сосын көрдік, артынан көрдік оны. Енді қараңыз, сол жерде мысалы ол сол жерге адамдар жиналғанда сағат 12-ден бастап жиналды. Менің үйім не содан сәл жоғары болатында. Соған қарай кетіп, қайтып келсем, алаңның жартысы уже толып қалыпты. Алаңның жарысы толып қалған. Иә, алаңның жарысы уже адамдарға толып қалған. Сондағы жастарды жаңа сіздің айтуыңыз не алып барады дегенде қандай себептен? Біріншіден осы орталық комитеті отырған біздің ағаларымыз осы мәселені шешеді деп бардық. Мынау дұрыс емес. Мұны
қайта қарау керек деген ойымызды айтқымыз келді. Біз бір шаң шығару төбелес үшін барған жоқпыз. Біз ойымызды ашық айтайық, бізді олар тыңдайды деген сеніммен бардық. Ол сенім ақталмағаннан кейін көзіміз көрді, жаңағы ішкі істер қызметкері бізді ұзақ ненің ішінен бөліп алып, автобусты апарып тықпай бастаған кезде, сол кезде біз түсіндік. Сол кезде біз мұндай қарсылықты күтпеген едік. Мұндай халыққа деген қатыгездікті біз сенбедік. Сол кезде біздің намысымыз ояна бастады. Бірінші сенім, екінші намысымыз. Неге бұлар бізді бүйтіп қарсы алады? Біздің айтайын дегеніміз ол емес, біздің айтайын дегеніміз пікіріміз. Осыны халықпен санасыңыздар. Но қате кетіп батыр. Осы жерін түзеу деген ниет еді. Демек, демократияның ұшқыны осы желтоқсаннан басталды ғой. Иә, дұрыс айтасыз. Өзіңізге белгілі, 85 жылы үлкен орталық комитеттің пленумы болды. Сол пленумда Горбачев мырза демократия дегенді айтты. Халық еркінде, кім не айтқысы келеді, ойларды ашық айтуға болады. Қазір мынау демократиялық біз осындай түсінікке көшіп отырмыз дегенде біз соған сеніп қалдық. Жаңағы сенім дегеннен шығады. Сіз 86-дан кейін Рымғали Нұрғалиев ағамызбен жұмыс істедіңіз. Жалпы энциклопедия жасау, энциклопедияны шығару, жинау дейтін дүние, сосын Рымғали ағамыз жөнінде бас айтсаңыз, мына алдағы жас ұрпаққа. Ой, рахмет. Енді Рымғали аға туралы мен көп нәрсені айтқым келеді. Өйткені мен ол кісімен қатар отырып 10 жыл екеуміз бірге қызмет істедік. Ол кісінің берген тәрбиесі, ол кісінің әрбір сөзі, әрбір ақылы мына жастарға шын жүрегі ауырғандықтан туатын сөздер. Ондай сөзді тек мысалы туған әкең айтуы мүмкін. Мысалы сол 86-шы оқиға кезінде мен алаңның ішінде тұрып, жаңа орталық комитеттің алдына шығып кеттім. Орталық комитеттің алдына шығып, өзімді айттым. Менің алдымда көп орталық комитет мүшелері тұрды. Аттарын айтпай ақ қой, мен қазір түрін түстеп беруге дайынмын, бірақ оны айтпаймын, айта алмайды, себебі оны біреулер пайдаланып кететін болып жүр. Сол кезде шығып кеткенде ойымды, пікірімді ашық айттым мен. Мен айттым, егер де мына қазақ еліне басқа ұлттың өкілін қоямыз десеңдер, осы қазақтың ішінде өскен, осы қазақтың салтын білетін, дәстүрін білетін азаматты қойыңдар. Сол кезде менің алдымда тұрған кісі айтты. Онда кім деді? Мен айттым, Солтүстік Қазақстан облысының Демиденко деген бар. Қарағандыда Коркин деген бар. Қостанайда Боровик деген бар деді. Міне қазақтың ішінде өскен, қазақтың салтын білетін, дәстүрін білетін, қазақтың болмысын, менталитетін жақсы білетін адамдар. Осы шығып кеткен туралы мен Рымғали ағаға келіп айттым. Аға, мен бір нәрсе білдірдім дедім. Ойбай, не болып қалды деді. Аға, мен жаңа орталық алаңға барып, оның үстіне қарай орталық комитеттің алдына шығып кеттім. Ойым, пікірімді айттым. Ойпыр-ай деді. Сен онда былай істе деп маған. Сен бүгіннен бастап мына шашыңды ал деді. Мұртым бар еді, ол кезде жігітпіз ғой. Мұртымды құрт деді. Сосын мен сені приказбен астына түсірейін. Редакция отырсаң сені қазбалай береді. Сен астына түсір. Деп, мені сөйтіп, қарапайым жұмысшы ретінде приказбен ауыстырып, сол подвалдан шықпа деді. Сосын кейін Рымғали ағам үйреткен тәсіл бойынша мынау энциклопедиялық жазу деген бұл жанның азабы. Біз соған үйренгенбіз бірақ. Мысалы, ол кісі айтатын, мына энциклопедиялық мақалаңның бір бет мақалаңнан мына газет, мына парақпен шыққанда 5 беттік мақала шығу керек. Сондай информацияны, сондай түсінікті, сондай ғылыми мағлұматты сол бір беттік мақаланың ішінде тұғын керек. Ол математика. Мұның ішінде не? Өйткені жазылған бір сөйлемді сен алғанда ол 10 шақты сөйлем болып шығу керек. Тарқатқан кезде.
Жақсы. Жалпы мынандай дүниеде энциклопедия бұл қазақтың тәуелсіздік алмай тұрған кезіндегі жасалған қазақ СССР энциклопедиясы бар. Бұл басқа тәуелсіздік алған кезде алғашқы энциклопедия жасағандардың біреуі және бірегейсіз. Кереку өңіріне келіп осы жақтағы әдебиетке, тілге араласқан жөнінде таратып айтсаңыз. Иә, маған 2001 жылы қазақтың белгілі азаматы Ерлан Мұхтарұлы Арын маған телефон салды. Ол кезде осы елге келіп Сұлтанмахмұт университетінің ректоры болып орналасқан кезде, сосын маған айтты: Амантай, былай істесек қайтеді, сен сол жақтағы ана академиялық рухты, сен ұлттық ғылым академиямен өте қарым-қатынаста істедің. Шындығында мен мысалы Өмірзақ Айтбаев, Әбдуәлі Қайдаров, жаңағы Зейнолла Қабдолин, мысалы кімді Шора Сарыбаев сияқты, Зәки Ахметов сияқты мықты ғалымдармен бірге істедік. Сол академиялық рухты осы жаққа алып кеш, сөйтіп біз осы жерде мына академиялық басылымдарды жүзеге асырайық деп маған сөз салды. Мен келістім бірден. Сондағы ойымыз осы жердің табиғатын, әдемілігін тек қана оны емес, осы жердегі мына шыққан қаншама ғұлама ғалымдардың өмірбаяны туралы бір жастарға, келешек ұрпаққа естерінде қалатындай ұзақ сөзбен емес, қысқа осы энциклопедиялық стильмен берсек деп келістік. Сөйтіп мен осы жерге келіп, осы жерге ұлттық ғылым академиясының филиалын аштық. Жақсы. Қазір істеп жатырмыз. Сіздердің жұмыстарыңыз кезінде мемлекеттік сыйлыққа ұсынылды. Мынаны айтыңызшы, жалпы осы идея қайдан шықты? Қазақ өнері, қазақ әдебиеті, қазақ тілі дейтін ешкімге ұқсамайтын бір ерекше энциклопедия жасадыңыздар. Иә. Бұл идея қайдан шықты? Бұл идея шыққанда былай болды. Мынау қазақ совет энциклопедиясы 12 томдық шыққаннан кейін, соның артынан 4 томдық қысқаша шықты. Ол сол кездегі, соңғы кездегі мәліметтер бойынша. Бірақ ондағы мәліметтер жеткіліксіз болды. Мысалы, сол кезде қазақстан қысқаша томы деген болды. Ол 4 томдық болды. Соң 4-ші томына тіл, әдебиет, өнерге арналды. Бірақ мақалалардың саны аз болды. Сосын маған ой келді: неге осы әрбір саланы жеке алып шықпасқа? Тілді бөлек алсақ, әдебиетті бөлек алсақ, өнерді бөлек алсақ. Мен сол кездегі мысалы азаматтардың ірілігіне таңғаламын. Мысалы сол кездегі біздің редколлегияның мүшесі Иманғали Тасмағамбетов, Қырымбек Көшербаев ағаларымыз сол редколлегияның отырысына айына бір рет міндетті түрде келіп қатысады. Өздері. Мына қараңызшы, ол кісілердің мына ұлттық құндылыққа деген көзқарастары қандай. Сонда ол болмашы ғана істеліп жатқан осы дүние дұрыс шығып келсе екен деп. Енді өзіңізге белгілі, сол Иманғали Тасмағамбетов келсе, кім Қырымбек Көшербаев келсе, басқа ғалымдар бәрі келеді. Сонда мына ұлттық академияның мықты ғалымдары бәрі келеді. Жақсы. Менің келесі сізге қоятын сұрағым бұл Серік Елікбайдың іріктеген сұрағы деп есептеңіз. Бұл негізі жалпы бұл Прусттың сұрағы, немесе Агутагова Ронесконың өзін өзі қоятын сұрағы. Жюлен Сейестің катехизисіне ұқсайды. Мынандай дүние. Сіз өміріңізде өз бойыңыздағы ұнатпайтын қандай қасиетті айтасыз? Мен өзімдегі бойымда ұнатпайтын қасиетім ондай бар. Ол әрбір адам болады. Менің өмірімде өзімде ұнатпайтын нәрсем осының бәрін істеймін деп көп нәрсені мойныма алып қоямын. Мысалы, мен қазір энциклопедия істеп отырмын. Содан кейін ана 2 жұмысты қатар істеуге дағдыланғанмын. Осы дұрыс емес пе? Мысалы, менің бір арманым осы қазақтың ұғымындағы сөздерінің анықтамасын беретін бір кітап болса деймін. Мысалы, сенім деген не? Үміт, тәуба деген, қанағат, қысқа, қанағат. Жақсы, мен сізге қысқалап сұрақ қоямын, сіз қысқа жауап беріңізге. Сосын сіздің алдыңызда, сіздің қолыңызда тұрған дүние Әлкей Марғұланның тікелей өзінің хаттары, өзіне келген хаттары немесе өз жазған хаттары. Осы хаттарды оқып отырғанда қандай сезімде болдыңыз? Мына хаттардың
мынаны егер мысалы қарап отырсақ, тек қана өз фамилиясының өзінен адамға көп ұғым береді. Мысалы, мынаның ішінде қолымдағы бұл профессор атақты Маловтың хаты. Малов Әлкей Марған ағамызға хат жазу деген сөз. Сосын атақты Руденконың хаты. Ол кезінде Әлихан Бөкейханов бірінші қазақтың экспедициясын құрастырған. Сонда Әлихан Бөкейханов бірінші осы Әлкей Марғанда соған 22-дегі баланы сол экспедиция ішіне енгізген. Осы бала бірге жүрсін деп. Үшінші атақты Грязнов тарихшы. Бұндай ғұламалардың хатын оқудың өзі бір ғанибет. Мұның ішінде бұлар бірақ нәрсені айтады. Әлкей Марғанға, сіздің ұлтыңыз өте бақытты ұлт. Өйткені дейді, оның артында сізде іздеушісі бар дейді. Ғажап. Егер сіз дүниеге қайта келген болатын болсаңыз, не істеген болар едіңіз, не істемеген болар едіңіз? Егер мен осы дүниеге қайта келетін болсам, осы атқарып жатқан жұмыстарымды қайтадан істерім. Осы атқарып жатқан дүниені нені істемеген болар едіңіз? Істемеуге деген сөз, ол кейде жаңа айттым ғой, көп алып қоям мойныма. Міндетті, көп алып қоям. Бірақ ондағы ойым ол, оны алып істемеу емес, осыны істеймін деп мойныма алам. Сондықтан өзімді өзім қамшылаймын. Жақсы, егер сізге мынандай бір мүмкіндік беретін болса, о дүниеде өтіп кеткен, қазір арамызда жоқ бір адаммен кездесуге, бір 5 минуттық уақыт беруге мүмкіндік беретін болса, кіммен жолыққан болар едіңіз? Мен ойланбастан Әлкей Хақанды Марғанмен кездесермін. Ойланбастан Әлкей. Жақсы. Жалпы бәрімізде бұл дүниеден өтеміз ғой. Бұл дүниеден өтеміз, бәрімізде кетеміз, ешкімде мәңгілік емес. О дүниеден өткеннен кейін сіздің басыңызға қойған қолпұтас, яғни Европада жүрген эпитафияны не деген сөз жазылған дұрыс деп ойлаған болар едіңіз? Мен ондай жазу керек болса, қазақтың қарапайым азаматы деген жазу болса екен. Жақсы. Сіз қаншама жұмыс қызметтердің бәрін жасап істеп жүрсіз, қаншама дүние істеп жатырсыз. Сіздің істеп жатқан кітаптарыңызда менің арғы бергі тарихымдағы менің араласып жүрген ғалымдардың ішінде осындай үлкен дүние жазған адам жоқ. Сізді алға жетелейтін не? Қаламға отырғанда қандай сезім болады сізде? Мынау қазіргі жастарымыз тәрбиесі Европалыққа қарай кетіп жатырмыз. Ал біздің өзіміздің құнды дүниеміз қаншама көп. Солардың бағасын білу керек. Оның бағасын білу үшін бағалай білу керек. Менің арманым осы кітаптарым арқылы келер ұрпақ ұлттық құндылықты бағалай алса екен деп. Сіздің танымыңыздағы обал деген сөз не? Мына қазақ деген халық өзі 3 сөзбен тәрбиеленген ғой. Сауап болады, обал болады, ұят болады. Обал болады деп менің ұғымда ол сол кісінің бойындағы жаңағы қиналып тұрған мәселенің кілтін табу. Жақсы. Не себепті осыны мен мысалы обал деген сол. Соның кілтін тауып, соның шешіміне көмектесу. Жақсы, Қазақстан мемлекеттігінің аман сақтап қалу үшін неге дайынсыз? Біз мысалы сол қанды желтоқсан күні біз ешқандай бір басқаша ой болған жоқ. Тек қана қазағымның намысы деген болды. Мен намысы үшін, елдің намысы үшін, қазағымның намысы үшін бәріне барады. Қадірлі ағайын, сонымен бүгін бізде қонақта болған философия ғылымдарының кандидаты профессор Бекмағаров атындағы орталықтың директоры, энциклопедист, ғалым, тамырлы, терең, жазушы, журналист ағамыз болды. Осындай салиқалы сұхбаттар, әдемі кездесулер тағы да болады деп сенеміз. Келесі жолыққанша аман сау болыңыздар. Көп көрсең де үміт үзбей, келесің көз жасыңды тыйып, сен себебін білесің өмір сый. Кезек сынақ
amnesty. Bozar